Жақсы подкасттың бүгінгі мейманы Бином Скул Сәтбаев лицей мектебінің директоры, 33 жылдық педагогикада тәжірибесі бар, білім беру ісінің үздігі Құралай Байтажекова. Енді өзіңізбен көптен таныспыз ғой. Мен ұлым да қызым да сіздің мектепте оқиды. Соңғы 4 жыл ма? 4 жылға жоқ. Ашылғалы бері. 3-ші жыл биыл. Ашылғалы бері өзіңізбен. Оған дейін де әлеуметтік желі арқылы таныс білесіз, бірақ осы тығыз қарым-қатынас жасап, бір байланыстардың легі ашылғаны осы соңғы жылдан бері. Бүгінгі сұхбатымыз енді әңгімеміз жалпы енді қалай болғанда да білім төңірегінде бала, ата-ана, отбасы деген тақырыптарды өрбиді. Сұхбаттарыңызды көріп шықтым. Өзі көп сұхбат бермеген екенсіз. Жібек жолында бір сұхбатты көрдім, телеарнаға берген, 2-3 подкастқа берген сұхбатыңызды көрдім. Одан кейін тек қана өзіңіздің парақшаңызда соңғы уақытта ғана шығып жүрсіз. Баланың қалыптасуына қатысты ең қатты әсер ететін дүние зерттеулер бойынша ұстаздың рөлі, орны деген сияқты зерттеулер жасалған ғой уақытында. Сол зерттеулердің жағдайымен қарайтын болсақ, сіздің де бір жаңағы спичіңізді көргем, осы біліммен байланысты, яғни менің осындай ұстаз болуыма әсер еткен нәрсе ол уақытында 1-ші сыныпта келген мұғалім деген сияқты. Мұғалім болам деп шешкен уақытыңыз қай кез еді осы? 1-ші сыныпта дәл осы мұғалім Гүлжахан, есім қателеспесем. Сол кісі келген сәттен бастап сізге деген бір жылы қамқорлық, жылы қарым-қатынастан кейін сондай бір іштей ой түйдіңіз бе, әлде ол кейін келген нәрсе ме? Жалпы мен ұстаздықты таңдағанда, енді 1-ші сыныпта жаңа мен біраз жерде айтып жүрген менің жаңа мектепке келгім келмей, мектептен қашатын кезде жаңа менің тілімді тауып, мектепке мен тартқан, жалпы менің қызығушылығымды, танымдық қызығушылығымды әрі қарай қызықтырған және жалпы бір өз-өзіме деген сенімді арттырған ұстаз Гүлжахан мұғалімім. Ол кезде енді мен ұстаздықты бір саналы түрде таңдай қойған жоқ шығармын, баламын ғой енді ол кезде мамандық деген ойламаған шығармын, ойынның баласымын. Кейін бір 5-ші классқа келе сол туралы ойландым, 5-ші сыныпта деп айтсам болады. Енді мүмкін біздің алдымызда ол кезде бір мамандықтар туралы бізде ақпарат аз болды ма, біз енді бір көретініміз мұғалімдар, ол кезде тіпті мұғалімдардың беделі жақсы кез, одан кейін дәрігерлер деген секілді. Сондықтан мүмкін менде бір таңдауда бір зор не болмағанда шығар, таңдау мүмкіндігі де болмаған шығар, бірақ мұғалімді сол алдымда бір жақсы мұғалімдер өте көп болды. Бір ғана мұғалім емес, одан кейін жоғары сыныптарда да біз үлгі қылатын мұғалімдер өте көп болғандықтан мен соны таңдадым жалпы. Өзім кез келген жерде өте зор мақтанышпен айтам, жалпы мен ұстазға баймын деп. Ол кейін, яғни оқушы кезімде ғана емес, одан кейін университетте керемет ұстаздардың алдын көрдім. Одан кейін алғаш еңбек жолын табалдырығын аттағанда, ол жерде де керемет ұстаздар қарсы алды. Одан кейін мектеп директоры болғанда тағы да ұстаздарым бар. Міне сондықтан жалпы әлі күнге дейін мен әркімді ұстаз тұтамын. Ол өзі де сезбейді өзім менің ұстаз болып жүрген. Бірақ мен одан сырттайда жүріп қарап үйреніп жүремін. Сондықтан жалпы сол ұстаздықты сол саналы түрде бір 5-6 сыныпта таңдаған шығармын. Жалпы енді 34 жылға жуық еңбек өтіліңіз бар, осы мектеп директорлығы бар, оның ішінде оқытушы мұғалім ретінде 14 жыл директорлық, жалпы 34 жыл мектеп мұғалімі ретінде. Балалар мектептен неге қашады деген сұрақ бар ғой. Енді осының бір жарқын мысал ретінде өзіңізде 6-7 жасыңызда мектепке барғыңыз келмеді. Осының негізгі себебі неде? Балалар неге мектептен қашады, немесе мектепке барғысы келмейді? Енді мен жағдайымда сәл басқашалау шығар. Мен жаңа әже атаның баласы болғандықтан кішкене тек қана әже мен атаны көріп өсем 7 жасқа дейін. Сондықтан мен жаңағындай бір социализацияға немеспін да, дайын емеспін әлі. Маған анандай бір үлкен мектеп, 1000 баласы бар, шулы орта мен үшін, мен ешқашан балабақшаға бармаған бала үшін, тіпті бір 10 шақты адамды көрмеген бала үшін ол
өте бір қорқынышты ортаға түсіп қалған ғой. Ол мен үшін стресс болған, сондықтан және мен әже атамды сағынғаным бар, солардың қасынан кеткім келмегені бар. Сондықтан да мен жаңа барғым келмеген. Ал бірақ мұғалім сол мысалы бір ең соңғы шешімін айтып, мына бала оқымайды, болды, оқығысы келмей тұр деп маған жаңағыдай бір крест қойып тастамай, әрі қарай сол тартып, ізденіп, бұл неге оқығысы келмейді, нені аңсап тұр, нені іздеп тұр, нені жақсы көреді деп мен әбден зерттеп алып барып, сол маған бір кілт тауып тұр ғой. Сондай ұстаз болу өте маңызды да. Ал қазіргі кезде енді сәл басқашалау жағдай, яғни қазір жалпы әлем бойынша мен осы фин білімінің атасы Пасси Салберг деген бар. Біз енді ол кісінің әр сөзін цитировать етеміз кез келген жерде. Сол Пасси Салбергтің өз аузынан өз бетпе-бет есту бақытына ие болдым. Сонда ол кісі соңғы зерттеулерді келтірді. Осы коронавирустан кейінгі жағдай бойынша бүкіл әлемде оқушылардың білім алуға деген мотивациясы өте құлдырап кеткен. Оған енді қандай факторлар әсер етті деген өте бір үлкен жеке бір подкасттың тақырыбы болатын шығар. Бірақ бұл жерде біз қалай соның шешімін табамыз, қалай балалардың білімге деген мотивациясын арттырамыз деген нәрседе ізденуіміз керек болып отыр. Ал қазір жалпы балаларға бір жағынан балалар түсінемін. Менің уақытымда, сіздің уақытыңызда білімнің жалғыз көзі мұғалім болған. Мұғалім жаңағы параграфты айтып береді, басқа жерден біз іздей алмаймыз, басқа жерде жоқ. Библиотекаға баруың керек, кітапханаға уақыт бөлуің керек деген секілді. Ол уақытың бола бере ме? Қазіргі кезде білімнің көзі бүкіл жерде бар. Барлық жерде білімді біздің ұстаздарымыздан да артық әртүрлі визуалдармен, әртүрлі қызықтығып интерактивті беретін ютубта, басқа жерде өте каналдар өте көп. Сондықтан бала, мүмкін мен де қазіргі бала болсам, не үшін мектепке барам деген сұрақ менде де заңда туындайтын шығар, мен өзім оқып алам деген секілді. Қазір мектепте баланы ұстаудың, қызықтырудың, мектепке тартудың бірден бір жолы ұстаздар жан-жақты болу керек. Ұстаз тұлға ретінде өте жан-жақты болу керек. Қазір біз білім беруде монополист емеспіз мектеп. Біз тұлға қалыптастыруда монополист болайық. Тұлға қалыптастыруды ешқандай AI да бере алмайды, жасанды интеллект да бере алмайды, басқа да бере алмайды, YouTube да бере алмайды, біз қалыптастыра аламыз. Сондықтан біз осы жерде өзімізді дамыта беруіміз керек, өзіміз шыңдай беруіміз керек. Менің қазір соңғы кезде жалпы әлеуметтік желіге сәл болса да жылтыңдап шығып жүрген себебімнің де бірі осы насихаттағым келеді. Яғни ұстаздар, біз қазір өзімізді дамыту арқылы, үнемі іздену арқылы, өзіміз жаңа білімдер алу арқылы осы балалардың жүрегіне кілтті іздеуіміз керек. Ол үшін өзіміз тұлға ретінде жан-жақты, қызықты адам болуымыз керек. Сол кезде ғана бала сондай ұстазға тартылады жалпы. Жаңа өзіңізде фин мектебінің үлгісі деген сияқты айтып қалдыңыз ғой. Енді фин мектебінің үлгісінде айтады ғой, бүкіл мектептердің бірдей бір стандарт. Ол ауылда оқысын, қалада оқысын, ақылда оқысын, кәдімгі мемлекеттік ортақ, жалпы орта білім беретін мектепте оқысын, бірдей бір деңгей деген сияқты. Яғни қазір біз Астанадағы, Жәутіков атындағы мектеппен алыс, Қызылордадағы, Жезқазғандағы мектептерді қаншалықты салыстыра аламыз олардың жаңағы білімі, тәрбиесі немесе мотивация беру тұрғысынан? Өте көңіл қуантатын ақпарат айта қоймаймын. Өзіме де ұнамайды, бірақ шындықты айтуымыз керек. Шындықты айтпай біз өзіміздің дертіміз жасырғаннан пайда жоқ. Қазір мектептер арасында алшақтық өте зор. Мен жағдайымда жалпы мен өте бір мықты мектепте білім алдым. Өйткені ол біріншіден аудан орталығы еді. Айтады ғой, қала типтес поселок. Екіншіден сол кезде білмеймін қандай себептерге байланысты, енді ол кезде мен зерттеген жоқпын. Тек қана мықты мұғалімдер жиналған еді сол мектепте. Сондықтан мен жағдайымда сәл басқашалау. Бірақ ол кезде де тең болған жоқ.
қала мен мектеп, ауыл мектебі арасындағы айырмашылық зор болды деп есептеймін, ойлаймын солай. Мүмкіндіктер болған жоқ деп. Сондықтан қазір ол министрліктер естіп отырса, министрліктегілер естіп отырса ұнайтын нәрсе айтпаймын, бірақ қазір ол алшақтап жатпаса азайып жатқан жоқ. Айырмашылық. Бұны сұрап жатқан бір себебім, бізде әдетте кезінде деп айта береді ғой, яғни ол уақытта бір қазіргі білім саласында болып жататын проблемалар ол кезде мүлде болмаған сияқты болып көреді, әйтпесе. Жоқ, ол кезде ақпараттар легі ондай болған жоқ. Ашықтығымен байланысты да оны ескеру керек шығар деймін да, мысалы. Әрине. Ол кезде де проблема болды. Медиа, биография бар, басқасы бар. Қазір бізде кеңінен ашықтықта, яғни ақпараттың қазір тарау жылдамдығы, міне қазір біз екеуміз сөйлесіп отырмыз, бір 5 минуттан кейін осы жаңалық болып шығады ғой. Мысалы, ол кезде ондай емес еді ғой, көрдіңіз бе? Енді жалпы білім деген үлкен кең тақырып қой. Осылардың ішінде енді негізі бүгінгі бір әңгіменің барысында мына бір тақырыпқа тереңірек тоқталып, осының жан-жағын ашсақ деп ойлаймын. Енді Құралай Байтажикова деген кезде, педагогтық ортада болсын, ата-аналар тарапынан болсын, сіздің бір образыңызды жаңағы білікті басшы, білікті маман ретінде танып жатады орталарда, ата-аналармен сөйлессек те, басқа осы сіздің әріптестеріңізбен сөйлессек те. Яғни бұл дүниеге сіз қалай келдіңіз? Міне 30 жылдан аса уақытта қандай факторлар сіздің мысалы осы, әйтпесе ұзақ уақыт жұмыс істейтін мұғалімдер, ұзақ уақыт жұмыс істейтін директорлар көп қой. Бірақ осы бір статус мәртебеге ие болуда не нәрселер рөл ойнады? Мысалы, бұның бастауында не тұрды? Ол ең бірінші әрине мен ата-анам берген тәрбиесі. Кез келген ісіңді адал істе, немесе істеме. Сол деп ойлаймын. Әлі күнге дейін әке-шешеме сол үшін алғысымды айтамын. Одан кейін екінші нәрсе, жалпы біздің салада, білім саласында, мектепте адам немқұрайлы бола алмайды. Балаға немқұрайлы адам ол жауыз деп есептеймін. Яғни мен қалай сол жұмысымды істей салам, тек айлықтан айлыққа дейін, жалақыдан жалақыға дейін деген адам ол мектепте ұзақ тұрмайды, тұрмау да керек. Мектепке жалпы жоламау керек. Басқа салада мүмкін дала сыпырушы даланы сәл шала сыпырса, ол бірдеңе күйіп кетпейтін шығар. Бүгін шала сыпыра салам, ертең дұрыстап сыпырам десе. Ол бір глобальный мәселеге алып келмейтін шығар. Баламен жұмыста 1 секунд та, 1 минут та, немесе оның бір кішкентай проблемасы, үлкен проблемасы деп оған немқұрайлық таныту мүмкін емес нәрсе ғой. Сондықтан мен өзім сол менен көбінесе сұрайды, қандай адамдарды кешірмейсіз дегенде, мен айтам, білімсіз адам болса қорықпаймын, ал немқұрайлы адам болса қатты қорқамын одан, немқұрайлы адамнан. Сондықтан жалпы менің сол немқұрайлы еместігім, өз ісіме адал болуға ұмтылысым. Сосын енді мен табиғатымда бала кезімнен жаңа ұстаздарым, ата-анам жалпы білуге деген құштарлығымды өте күшті өсірген секілді. Әлі күнге дейін бірдеңені білгім кеп тұрады. Үйренгім кеп тұрады, оқығым кеп тұрады. Абайдың 7-ші қара сөзінде мен өткенде тауып таңғалып жатырмын. 7-ші қара сөзінде айтады, бала өмірге келеді, сосын жаңа бірдеңені таним, білгім келеді деген. Екі түрлі бала туады деген. Жоқ, онысы емес, басқа. Бұл сәл басқаша, бірақ соған келеді. Яғни бала дейді, жаңа туғанда өте бір тануға, білуге деген ұмтылысы күшті. Ол тіпті тамақ жеуді ұмытып кетеді дейді. Ал есейгенде неге осын жоғалтып аламыз дейді. Көрдіңіз бе? Есейгенде де біз осын жоғалтпауымыз керек, яғни білуге, тануға деген нәрсені. Міне сондықтан тамақ ішпей қоятын бедіңіз? Да, мен түн тамақты уақытын созып жіберетінмін, немесе түнімен отырып сабақ оқитынмын. Сол кезде түнімен оқып отырып жаңа тез бірдеңе қызығып кетсем, қалай түн болып қалған, қалай түннің ортасы болып қалған сезбей қалатынмын. Сол кезде анам келіп ұйықта деп айтып жататын. Сонда мен айтайын дегенім, бұл осы арқылы қазіргі балаларда осылай таным қызығушылығын біз өшіріп алмауымыз керек та. Өшіріп алмау үшін біз қандай мұғалім болуымыз керек. Жалпы тағы да бір зерттеу оқығанмын, бірді айтып бірге кетіп жатырмын ғой деймін, бірақ бірін-бірі толықтыратын шығар, айта берейін. Жалпы мектепке келгенде баланың креативтілік деңгейі,
мысалы 20 бала келеді деп есептейікші, 20 баланың 20-сы да креативті болып келеді екен да. Сол 20 баланың 5-ші классқа барғанда креативтілігі 20 баланың 10 балаға түседі екен да. 10 балада ғана қалады екен. Ал 11-ші классқа барғанда 4-еуінде ғана қалады екен. Жобалап айтқанда, формулировка осылай. Сонда мен шошимын да, мектеп жалпы таным қызығушылығын, креативтілігін басып тастайтын орта ма, әлде жандыратын орта ма? Ол үшін көп жұмыс істеуіміз керек. Ана тауға альпинистер шыққан кезде 10 адам бірге бірлесіп топ болып шығады. Олардың орташа жылдамдығы қанша дейтін сұрақ бар ғой. Сонда орташа жылдамдығы ең соңында келатқан альпинист дейді да. Яғни енді 10-20 адам болсын, класс сынып келген кезде қалай болғанмен сол ортаның бір енді мұғалім барлығына түсіндіру үшін, яғни төменгі деңгейден беруге тура келеді ғой. Олар бір дарынды балалардың мектебі емес. Тиісінше осы бір жаңа сіз айтқан мысал, креативтілік түсуі де сол жылдамдыққа байланысты шығар. Мен мектепке деген махаббатым, мектепте жұмыс істеуді бір сүюім, осы мен сол өзім бала кезімде ата-анам қалыптастырған қасиеттері, одан кейін енді тумада таланттарым бар шығар деп ойлаймын. Енді бәрібір бір ата-анадан бірнеше бала туады, бірақ әрқайсысының таланты әртүрлі ғой. Сондықтан менің сол қазір енді өз-өзімізді зерттейтін әртүрлі тестілер бар ғой. Содан өтіп көрсем, мен learnerмын, developerмын, жаңа individualization'ым жоғары, сосын эмпатиям жоғары, соны бір талдап көргенде жаңа директор болуға, бәрі мұғалім болуға айтады, тура сіздің таланттарыңыз ғой дейді да мынау. Мен де айтамын, бәсе осыдан неге күшті рахаттанамын осы жұмыстан десем, мен таланттарым пайдаланатын жұмыста жүр екенмін ғой деген секілді. Яғни топ 5 талантым барлығы осы мұғалім бойында болу керек негізгі таланттар екен да. Сондықтан осы таланттарымды ықпал етіп отқан шығар. Осы таланттарды ашып өтейікші. Жалпы мұғалім болу үшін қандай қасиеттер керек деп жатырмыз ғой. Жаңағы learner енді үйренуші деген сияқты оқырмандарға, көрермендерге түсінікті болсын. Бұл 5 қасиет қандай қасиет? Мысалы learner енді үйрене береді, оқығаннан рахат алады, оқи береді, шаршамайды қай кезде де. Ол автомат қосылатын талант. Өйткені нөмір бірінші талант болғандықтан оны оқымай қойшы деп айта алмайды. Кейін оқимын деген сөз жоқ, ол автомат қосыла береді. Яғни бір жаңа курс пайда болса, жаңа бір білім, жаңа бір кітап пайда болса, оны тез оқып тастауың керек. Сондай талант та. Екінші менде developer, ол дамытушы, яғни мен біреуді дамытқаннан рахат аламын. Қасымдағы әріптестерімнен кішкентай ғана бір олында бір өзгеріс болса, мен соны маған күшті сезім сыйлайды да. Кісі өзгерді деген секілді, немесе оқушыға қатысты. Сосын үшінші individualization, ол енді әрбір адамның жеке ерекшелігін тану. Мен қазір мысалы әріптесім болсын, оқушылар болсын, мен біліп тұрамын бұл кісінің несі, қандай қасиеттері бар. Ондай бір скриндап алған секілді, сканерлеп алған секілді да. Сканерлегендей біліп тұрамын да, адам танып тұрамын. Соған байланысты жаңа менің бұл басқарушылық қызметімде де күшті ықпалы бар. Мен қайсына қандай тапсырма беруім керек, қайсына қалай сөйлеуім керек, қайсысын қалай қозғауым керек деген біліп тұрамын. Жаңағы үшінші талантым болғандықтан. Одан кейінгі талантым эмпатия. Эмпатия енді ол мұғалімде болу керек. Қазір жалпы мен мұғалімдарды жоғары құзыретті мұғалімдер, өзінің пәнін күшті білетін, теориялық білімі өте жоғары мұғалім, сосын эмпат мұғалім. Мен жалпы әсіресе бастаушылар үшін, төменгі сынып оқушылар үшін эмпат мұғалім маңызды деп есептеймін. Өйткені қазіргі балалар өте тез жараланады жүректері. Олар өте сезімтал. Біздің кезіміздегі емес, менің кезімде мысалы мені соғыстан кейін өмірге келген, соғыс кезінде өмірге келген ата-аналар тәрбиелегендіктен мен өте мықты, өте шыдамды сондай тәрбиелеген. Қазіргі балалар өте нәзік. Сондықтан оларға эмпат мұғалімдер маңызды деп есептеймін. Сосын тағы бір талантым 5-ке кіреді ғой деймін, ideation, яғни идеям көп, ойым көп. Сосын одан кейін 6-шы стратегик болу керек. Сондай стратегия ойлау. Қауіптерді көріп. Бәрін есептеу, үстінен қарау, барлығын түсіну жағдайды. Сондай таланттар. Жалпы қазір негізі мен енді 50-ден асқанда ғана өз таланттарымды осылай зерттеу мүмкіндігі болды да. Қазір мен жалпы ата-аналар тыңдап отырған болса, жалпы жастар болсын, жас әріптестеріміз болсын, осыны ерте өзін зерттеген өте күшті деп есептеймін. Білген. Яғни айтады ғой қазір өзің мықты таланттарыңды одан сайын дамыта бер дейді. Төмен таланттарыңа қатты көңіл бөліп, оған уақытың жұмсауы ма, мықты жерлеріңді дамыт деген секілді. Сондықтан жалпы
өзін зерттеу, өзін тану деген өте күшті нәрсе. Өзін таныған адам ол енді барлығын біледі. Біз айтып отқан тест ол Гэллоп деп аталатын Да, тест. Гэллоп бар, MBTI бар қазір, біреуі тегін, біреуі ақылы. Көп Енді тесттер көп. менің өзіме тапсырып көргенмін Гэллопты. Шынында да басқа адамдарды тануға және өзімді де білуге, кейбір қарым-қатынастарды реттеуге, кейбір қарым-қатынастардағы бір түсініспеушіліктерді айқындап алуға өте күшті нәрсе. көмегі тиді. Мен мысалы эмпатиям жоғары болғандықтан эмпатиясы төмен адамды вообще түсінбейді екенмін, оны неге ол ондай деп. Сөйтсе ана кітабын оқығам, Гэллоп туралы кітапты, сонда сол айтады, ол солай, ең жоғары таланты бар адам сол таланты төмен адамды вообще түсінбейді дейді. Немесе оқымайтын адамды мен түсінбеймін, қалай ол ізденбейді, оқымайды, үйренбейді деп. Сондықтан мен сосын уже ол адамдарды қабылдай бастадым. Онда басқа таланттар бар, менде жоқ таланттар бар. Бұл ана стратег пен активатордың бір қайшылығы сияқты ғой. Стратегтер тез шешім қабылдамайды, ұзақ ойлану керек, қауіптерді көреді. Активаторлар олар жылдам шешім қабылдап, бәрін тарс-тұрс еткізіп қойып тастауға тырысады да. Сөйтіп былай түсініспеушілік туады. Ана стратег бір тежегіші бар адам сияқты болып көрінеді активатордың көзінше. Активатор жаңағы стратегтің көзінше бір ойланбай істей салатын, алдым-жылдымы көп деген сияқты болып көрінеді. Біз енді жаңағы қасиеттерді, қабілеттерді талдап кеттік қой. Яғни осыдан шығатын дүние, мысалы қазіргі мұғалім, жаңа сіз айттыңыз, бірінші кезекте ол әсіресе бастауышта эмпатия, жанашырлығы былайша айтқан кезде балаға болуы тиіс деп. 30 жылдан аса уақыт ішінде балалар қалай өзгерді? Мысалы сіздің алдыңызға алғаш өзіңіз айттыңыз ғой, енді мысалы ең қиындау мектепке барып алғашқы тәжірибеден өттім деп. Енді тікелей ол балалармен орта мектепке келетін жалпы балаларды салыстырып келмейтін шығар, бірақ 30 жылда балалар қалай өзгерді? Балалардың психологиясы мектепке келетін. Қазір оны түсіндіретін жалпы ұрпақтар теориясы бар. Ұрпақтар теориясы бойынша жалпы ол кездегі балалар жаңағы менің алғашқы ұстаздық еткен кезімдегі балалар, олар мысалы Y ұрпақ болса, X ұрпақ болса, қазір уже альфа ұрпақ келді деп жатыр. Сондықтан айырмашылық өте зор, өте зор. Бірақ әр ұрпақтың өз қиындықтары болды. Ол кезде оңай еді деп айту болмайды. Оларға басқа подходтар, басқа инструменттер жұмыс істеуші еді. Қазіргі балаларға мүлдем басқаша. Сондықтан әрқайсының өз қиындығы бар. Сондықтан да жаңағы біз әр балаға әртүрлі ықпал ету құралдарымыз болу керек дейміз ғой. Сондықтан да мұғалімдер көбірек ізденсе, көбірек білсе, көбірек осыны зерттесе дейтініміз себебіміз де сол. Мысалы мен өзім ең еңбек жолын ең бірінші бастаған кезде ең күрделі сондай бір неблагополучный район дейді ғой, сондай ауданда берекесіз отбасылардың балалары болды да. Сол кезде сөйтіп айтатын, берекесіз отбасылар деп, сондай термин бар ғой, қазір білмеймін. Сондай мектептен еңбек жолын бастадым. Бұл маған өмірлік бір үлкен тәжірибе болды. Қазір сол кез келген нәрсені сол кезбен салыстырып істей аламын. Яғни мен қазір бірдеңені қиын деп есептесем, ол кезде ойлаған кезде бұның барлығы бір жеп-жеңіл нәрсе секілді болып көрінеді да. Ол кезде шынымен де жаңағы тағдырдың тәлкегіне түскен балалар, отбасы тастап кеткен, отбасы әртүрлі берекесіз әрекеттермен айналысатын, енді басқа өзге ұлт өкілдері бар неше түрлі. Сондай отбасынан шыққан балалар оқитын бір мектеп болды да. Сондықтан көп нәрсені түсіндім, тәубеме келдім, шүкіршілік қылдым дейміз бе. Қазіргі балаларға мына бала қиын деп біреу айтса, мен қазір таң қалам. Қалай қиын, ол мүлдем қиын емес, бұл бала дұрыс деген секілді. Тек қана біз өзіміз нені қиындатып аламыз, өйткені өзіміз құрал іздеуге ерінеміз. Бұл баламен сөйлесудің жолдарын ізденудің орнына қиын деп айта салу, яғни оған бір клеймо, ерлік таға салу бізге өте бір жеңіл болып қалды ғой. Сондықтан сол кездегі балалардың өзіне жаңағындай тіпті өте тәртіпсіздіктің енді неше атасын жасаған баланың өзінен бір зор үміт күтіп, соның өзіне үміт сыйлап, соның өзіне сеніп атқан кезде бұл балалар не, ол
бұлардікі жай кішкене тентектік, кішкене еркелік деген секілді, көрдіңіз ба? Сондықтан осы жерде Аятжан Ахметжанмен сұхбатта бір баланы мысалға келтіресіз ғой, барлығы бас тартып тұрған кезде айтқан сөзім әсер етіп, кейін жақсы бала болып кетті, жаңағы әлімжеттік жасауын қойды деген сияқты. Фейсбуктан таппадым, бірақ ата-анасының мен андай скриндап қана неғам, ол бірнеше жыл бұрын. Орысша ма еді? Жоқ, қазақша. Қазақша скрины бар менде. Басқа бір ата-ананың жазған көрдім. Орысша бірақ. Бұл кісінің қазақша, кәдімгі өзі мамасы, анасы жазады. Солай баламнан бәрі бас тартқанда мектеп директоры ғана сенім артқан еді, сөйтіп бітіріп шығып жатырмыз деп, тура 25 майда ғой деймін. Сондай жазғаны бар. Басқа бір ата-ананың пікірін оқып, Бибігүл ғой деймін, қателеспесем. Ол жаңағы біз сияқты ата-аналарға шыдап жүрген, сіздерге үлкен еңбек, біз өзіміз ата-ана ретінде көп тәрбиесіне де оқуына қатыса бермейміз, бірақ мектепке жүктеп қойғанбыз. Мектеп, мұғалім, директорлар жақсы атқарып шықты деген сияқты пікірін ғана көрдім да, сол подкаст айтқан кісіні былай да таппадым. Мұғалім қандай болу керек деген дүниені бір қозғап шықтық. Сосын баланың өзгерісін айттық. Енді мысалы қазір осы кезде 10-11 сыныпта оқитын бір оқушы бар дейік. Оны бір өзінің болашағын педагогикамен байланыстырғысы келеді. Оның қадамдары не болу керек, қалай болу керек? Ол не істей алады қазір? Мысалы, болашақта ол 10 жыл, 20 жылдан кейін кәдімгі білікті, өзінің маманы, жақсы бір тәжірибелі, жұрт аузына қарайтын деген сияқты ұстаз болу үшін. Мұғалім емес, ұстаз болу үшін. Жалпы енді бір мен үшін қазір кезде маңызды тақырыпты қозғаватсыз. Жалпы қазір мектеп түлектерін немесе жаңа 9-10 сынып оқушыларын өзім ұстаз болуға насихаттап жүрген адаммын. Насихаттаймын, айтамын. Енді бір кездері болды ғой, ұстаздық деген өте беделсіз, жалақы жағынан да, қоғамда да сондай бір деген секілді. Сондықтан қазір кезде керісінше болатын көрсетуіміз керек болып жатыр. Яғни әртүрлі рөлдік модельдер бар. Сондықтан көбірек осы ұстаздар өзінің жұмысын насихаттау керек, айту керек. Қиындығын да айту керек, жеңу жолдарын да айту керек, жетістікке жету жолдарын да, сәтсіздіктерін де бәрінде бөлісу керек деп ойлаймын. Кез келген мамандықта сондай қиындықтар болады, қиындықсыз мамандық жоқ, бірақ жаңағы өзінің талантына сай болса, негізі дұрыс деп есептеймін. Мысалы, біз енді өз мектебім туралы айтайын. Қазір біз 9 сыныптан бастап барлық балаларды әртүрлі жаңа тегін өздері зерттейтін тесттерден өткізіп жатырмыз. Сосын оларға соның несін береміз, нәтижесін беріп жатырмыз. Яғни сенің осындай таланттарың бар. Яғни ең бірінші жаңа таланттарын анықтаудан бастау керек деп ойлаймын. Яғни жаңа мұғалімнің бойында жоқ таланттар, болу керек таланттар бойында болмаса, кішкене қиындау болатын шығар. Тағы да ол ненің ықпалымен таңдап отыр, ата-анасының ықпалымен таңдап отыр ма, әлде қоғамның пікірімен таңдап отыр ма, әлде шын өзінің жүрегінің қалауы ма? Оны анықтап алуына біз кәдімгідей көмектесуіміз керек. Мектеп болып, отбасы болып көмектесуіміз керек. Сосын одан кейін енді жаңағы жақсы бір педагог дайындайтын жоғары оқу орнына түсу. Одан кейін қазір кезде бір жақсы үрдіс алып жатқан мұғалім деген жоба бар. Сол жобаға ұсынып көру өзінің кандидатурасын. Ол жоба да бір жақсы жері, жаңа студенттерді іріктеп алады да, одан кейін оларды университеттегі алып жатқан сабағының сыртында қосымша жаңағындай әртүрлі дағдыларын дамыту үшін түрлі семинар, конференциялар тұрақты түрде өткізіп тұрады. Яғни құндылықтарын дамытуға байланысты шаруалар істеп жатады. Өте бір жақсы проект деп ойлаймын, бірақ бұл аз. Жалпы аз. Біз қазір өзім ойымда да жүр осы нәрсе, осындай бір жаңа сіз қойған сұраққа жауап беру үшін мүмкін жақын болашақта бір сондай бір проектім де пайда болып қалатын шығар. Яғни сондай қазірден мұғалімдікті ойланып жүрген балаларға жаңа бағыт бағдар беру. Оларды қай бағытта даму керек екеніне жол көрсету, қандай курстар оқу керек, қандай дағдыларын дамыту керек, қандай кітаптар оқу керек, не істеу керек, қандай мүмкін бір-екі күн жаңа мықты мұғалімнің қасында жүру керек шығар, жаңа айтады ғой, көлеңкесі ретінде. Мысал көру үшін қандай жұмыстар бар, не істеу керек деген.
Сондықтан бұл бір күшті сұрақ. Жаңағы немқұрайдылық дедіңіз ғой, немқұрайдылықтың болмауы, сосын бір тиянақтылық қажет сияқты. Сіздің мысалыңызда өткен жолы әлеуметтік желіге салдыңыз ғой, алғаш сабақ беріп жүрген кезде географияға дайындықта қолмен қандай жаңағы конспектілер жасайтыныңыз басқалар деген сияқты. Яғни былайша айтқан кезде мұғалім боламын деген адам бұл жаңа кәсіп емес, диагноз деген сияқты бір сөз бар ғой, мұғалім болу диагноз деген сияқты. Ол айналып келген кезде бірінші таланттармен байланысты болып тұр, өйткені іштей жанып тұрған кезде ол қалай да басқа салада болсын, бәрі айналып келіп университетке сабақ бере ма, қосымша тараптан әйтеуір осы білімнің маңына бір келетін сияқты. Екіншіден енді жаңағыдай немқұрайды болмай тиянақты жасаса, осы өзінің білім жолында, карьерасында міндетті түрде әсерін тигізеді. Мысалы енді сіздің сол жаңа жазғандарыңыз уақытында бағаланбаған болуы мүмкін, бірақ ол бәрібір сізге өзіңіздің тәжірибе жинауыңызға, басқаға әсер етті ғой. Әрине, жаңағындай тағы да әр ісімізді кішкентай іс демей, сол кішкентай іске үлкен мағына сыйдыру. Бұл кішкентай ғана жаңағы күнделікті сабақ жоспарын дайындау, бірақ ол балаға қалай әсер етеді. Өткенде сол әлеуметтік желіде сол жоспарлармен бөлсем, уже бітіріп кеткендеріне 20 жыл болып кеткен, 23 жыл болып кеткен балалар жазып жатыр да. Мұның бәрі көз алдымызда. Сіз осылай сызып, ол кезде интерактив тақта деген жоқ, білесіздер, ол кезде құралдар өте аз. Сонда сіз осының бәрін сызып бізге түсіндіру үшін бәрі күшіңіз салушы едіңіз ғой деп маған біреу Америкадан, біреу Австриядан жазып жатыр да, жаңағылар оқып жатқандар, сол жақта тұрып жатқандар, осы жақтағылар. Сондықтан жалпы ол біздің қазіргі істеп жатқан кішкентай шаруамыз ол үлкен ықпалы болуы мүмкін да балаға. Біз оны білмейміз, оны бағалай алмаймыз. Сосын оның білімнің жалпы бір білім мен тәрбиенің бір қиындығы да сол. Ол бірден нәтиже бермейді. Көрмейміз ол нәтиже бірден. Мысалы дәрігер сіз тісіңіз ауырып барса, тісіңіз жұлып тастайды, болды. Сізде проблема жоқ, тісіңіз ауырғаны басылады. Білім саласында олай емес. Біз қазір беріп жатырмыз. Мен өзім сезем, қазір 34 жыл еңбек өтілім ішінде сол жаңа 97-98 жылдар бастаған, еңбек жолын бастаған мектептегі оқушылар қазір маған фидбек беріп жатыр да. Қазір айтып жатыр. Өйткені олар да сол кезде айтпайын деген жоқ, бірақ олар енді сезініп жатыр да. Сол кезде маған ұстазым осылай айтқан ғой деген сияқты. Бір болады ғой сондай бір баяғыда бала кезіміздегі біреудің айтқаны қазір жаңғырық болып келіп жатады, көрдіңіз? Сондықтан ол солай әсер етеді. Жаңа мен айтып отырмын, мұғалім ретінде енді мен мүмкін жас әріптестеріміз тыңдап отырса, мен көп насихаттаймын. Тек қана өзіңіздің пәніңіз емес, пәніңізді сапалы беру емес, соның сыртында тағы да бір күшті дағдыларды үйреніп алыңыз. Оны балаға үйретіңіз. Яғни мен сол кезде волонтерлық ретінде бір дебатпен айналыстым. Ол кезде бізге ол дебатпен баланы дайындағаным үшін ақы төлемейді. Мүлдем төлемейді. Ол 97 жылы, ол кезде 97 жылы Қазақстанға 96 ма бірінші келді. Дебат қозғалысы. Мен қателеспесем 96-та келді, мен 97-те бастадым. Сіз Бақытнұр Отарбаевамен жұмыс істедіңіз бе? Сол кісі республикалық неңгі. Содан сол дебатта мені ешкім міндеттеген жоқ. Менің мектебімнің директоры, менің директордың орынбасарлары мен немен айналысып жүргенімді ұқпайды да ол кісілер. Немен айналысып жүрсің сен деп маған айтады. Мен балаларды алып қаламын, дайындаймын. Оларды бір кезде, ол кезде балам кішкентай, ол жылап қалды деп үйден звондаса, мен оларды үйге алып барып дайындаймын. Үйде отырғызып қойып, бесік тербеп отырып баланы. Сондай қылып дайындап жүргенмін. Ол кезде жаңағы бір не үшін дайындадым десем, балаларға пайдалы екенін бір интуитивно сезіндім бе, енді ондай бір көп бір зерттеулер оқып тастаған адам емеспін. Бірақ бір интуитивті деңгейде түсінген секілдім, балаларға пайдалы бұл деп. И сонымен айналыса бердім, әйтпесе мектептен де бір қолдау күткен жоқпын. Ол болған да жоқ. И маған ол қажет емес. Қай жылға дейін сіз куратор болдыңыз, Мен сонда сол мектебімнің, өзім мектебімнің дебат жаттықтырушысы болдым. Өзім мектебім. Қалалық емес, қалалық емес. Сосын ол біз екі қала, серіктес екі қала бар, Жезқазған мен Сәтпаев қаласы. Екі қала сенбі жексенбі күні 2 күн бойы басқа бір қалаға барып, Сәтпаев қаласына барып ойнаймыз. 2 күн үйде жоқпыз. Сенбі жексенбіміз еще. Сонда біз сенбі жексенбіміз демалмадық демеймін мен. Сол балаларды дайындап,
күні түні дайындап кейс жазу дегенде енді өзіңіз бұл бұрынғы дебатерсіз білесіз кейс жазу деген оңай емес, жаңағы 1000 рет оны қайта қараймыз, қайта жазамыз. Ол кезде жаңағы Карл Пофер форматы басталды, одан кейін британский формат басталды. Оған да үйреніп алдық. Ана форматта мүлдем басқаша ғой. Оған да үйреніп алып, жаңа баланы үйретіп, соны балаларды жеңіске жетелеймін ғой жаңа. Соны қазір ойлаймын, неге оны бастадым, неге мен оны үйрендім. Маған енді мектеп басшылығы үйрен, сен осымен айналыс демесе де, мен өзім инициатива алып, бастамашылық алып, өзім үйреніп жүрмін, өзім үйретіп жүрмін. И сол жаңа айтайын дегенім, сол кездегі жаңа әр нәрсені мән беріп үйреніп, балаларға бергенім, балаларға өте пайдалы болды, әрине ол сөзсіз пайдалы болды. Әлі күнге дейін рахметтерін айтып жатады. Бірақ өзіме де көп нәрсе берген екен да. Мен өзім де мысалы кез келген тақырыпта сөйлей аламын. Өйткені ол дебатта білесіз, бірден бірнеше тақырып болады, оның бәріне кез келген уақытта аргумент, фактылар келтіріп барлығын қорғап шығуым керек. Сол кезде менің де жан жақты білім алуыма, жан жақты үйренуіме, жан жақты сосын ортада сөйлей алуыма, сосын сөйлеген кезде де бір құрылыммен сөйлеуге, логикалық байланысының болуына үйреткен сол. Бірақ мен ол кезде ойлаған жоқпын ғой, мен кейін директор боламын, сол кезде маған ол керек болады, мен ортада сөйлеуім мүмкін, соған үйреніп алайын деп істеген жоқпын ғой, мен балаларды үйреттім. Мен өзім үйренген жоқ, балаларды үйреттім, өзім сөйлеген жоқпын ол кезде. Бірақ өзіме де пайдалы болған да. Сонда қазіргі жастарға айтатын бір үлкен насихатым да сол да. Яғни сіздер тек қана пәндік білімдеріңізді ғана дамыта бермей, дамытыңыздар оны, бірақ соның сыртында тағы да баланы жеке тұлға ретінде, баланың 21 ғасыр дағдыларынан дамытатындай тағы да қандай сіз ұсынатын дағдылар бар. Өзіңіз үйрете алатын. Көрдіңіз бе? Ешқандай бір жаңағы риясыз көмектескіңіз келетін баланы осы жағынан дамытып шығарайыншы, осыған болашағына керек ау дейтін. Осы өте күшті да, балаларға күшті әсер етеді. 21 ғасыр дағдылары дегенде қандай дағдыларды айтамыз? Өзіміз күнде соның қажеттілігін түсініп, ұғынып жататын, мысалы, коммуникация құру дағдылары. Қазіргі балаларда тіпті маңызды. Қазір смартфондарда отырады, өз әлеміне өзі кіріп кетеді деп жатамыз, ешкіммен араласқысы келмейді, немесе үлкен кісілер айтып жатады, баяғыда мысалы бауырларымыздың баласы келсе бір-бірімен ойнайтын еді, қазір әркім бір бұрышта отырып алып смартфонды шұқылайды деген секілді. Сондай кезде коммуникация құру өте бұрынғыдан да өзекті болып бара жатыр ғой. Одан кейін екінші креативтілігі. Креативті ойлау біздің қазақстандық балалар үшін өте маңызды, қажет. Өйткені мен көп мысал келтіремін. Илон Маск осы деңгейге жету үшін кезінде анасының рөлі бар, сонымен қатар жалпы америкалық білім беру жүйесіндегі бір ерекшеліктер де бар да, балаларға жаңағындай бір проектлік жұмыстар береді, жобалық тапсырмалар береді жобамен айналысуға. Сосын сол жобамен айналысу үшін оған өте тұрақты түрде кері байланыс беріп, өте бір сабырмен, шыдаммен қателесуге мүмкіндік береді, қателігінен сабақ алуға мүмкіндік береді, одан кейін оны қателікті жөндеуге мүмкіндік береді, сонда бір тамаша бір өнім шығады. Көрдіңіз бе? Бізде бір асығыс қой жаңағындай. Жаттанды білімді айтып бергенін бағалап жатамыз көп жағдайда. Сондай бір ұзақ мерзімді жобалар бере қоймаймыз. Ұзақ мерзімді жоба берсек, оны кері байланысты сапасыз беріп атамыз. Содан кейін келеді да жаңағы балалардың креативтілігі төмендейді. Одан кейін командалық жұмыс. Ол жаңа дебатта да командалық жұмысты өте жақсы дамытады ғой. Мысалы, бір-бірін тыңдау, бір-бірін дамыту, бір-бірін көмектесу деген нәрсе. Командалық жұмыста қазір маңызды. Енді қазір мен оны қатты біле қоймаймын. Әр жерден оқыған ақпараттарым болмаса, мысалы, қазір енді Google секілді үлкен компаниялар, мысалы, жеке жұлдыздан гөрі жаңа командада жұмыс істей алатын адамды қатты тартады, жұмысқа алады деген секілді нәрселерді айтып жатады ғой. Енді оған байланысты емес, жалпы командалық жұмыс өте маңызды екенін түсінеміз. Жалғыз адам өте күшті талантын дамытқан, бірақ командада жұмыс істеу оны еселей түседі, нәтижелілігін. Сондықтан осындай бір
дағдылар деп есептеймін. Сосын проблем solving, әрине проблема шеше алу, қазіргі кезде жаңа креативтілік дамытатын тағы бір дағды, өте маңызды. Қазіргі балалар андай өте нәзік болғандықтан ба, бір проблема кездессе көп жағдайда мысалы беті қайтып қалады. Оған ата-ана кірісіп кетеді қазір. Мысалы бір бағасы төмен болып қалса, немесе сыныбында бір баламен екеу конфликті болып қалса, ата-анасы келіп ананың бәрін шешіп тастағысы келеді да. Мен айтамын, өзі конфликт шешуді үйрену үшін сіз тек қана қолдау көрсетіп, кейбір жерде бір кеңесіңізді айтып отырсаңыз, өзі шешуге мүмкіндік берсеңіз қайтеді деп. Жоқ, ол түп тамырымен проблема, мысалы екінші баланы алып түп тамырымен жойып жіберіңіз деген секілді нәрсе істейді да. Мен айтамын, енді ол проблема шешуді осылай үйрену керек қой. Ол конфликт әзір, ол буллинг емес. Мысалы буллингке жетсе, онда біз араласуымыз керек, бәріміз араласуымыз керек. Бірақ ол конфликт шеше алу да бір күшті дағды ғой негізі. Конфликт деген қарым-қатынасты жақсартудың бір баспалдағы секілді. Кез келген кезде бір өзімізді бала кезімізде біреумен конфликт етіп алып барып дос болып кеткен кездеріміз болған мысалдар бар шығар, мысалы, Мыңсыз бізден бір шыж бір деп. Мыңсыз бізден бір шыж бір деген сөз осыған келетін сияқты. Бір конфликтке түсіп. Сондықтан біз жаңағындай проблема шешуге де бір сабырымыз жетпей жатады да, шешуге мүмкіндік беруге. Осы жағдайда біз ұстаздар болып, ата-аналар болып бірігуіміз керек та. Бір-бірімізді түсінуіміз керек. Осыны насихаттап айтуымыз керек қай жерде болса да. Яғни біз не болса о болсын деп қарап отырған жоқпыз, бірақ балаға мүмкіндік беріп жатырмыз. Илон Масктың мысалын айттыңыз ғой, енді америкалық батыстық модельде қателесуге көбірек мүмкіндік береді деп. Осыдан біраз уақыт бұрын Саясат Нұрбектің бір несі шыққан, сұхбат шыққан. Ол жекеде бір кездесулерде айтып жүреді. Бізде қателесудің құны өте жоғары деп. Ұлттық бірыңғай тестілеуден өтпей қалса, ол үлкен қателік, өміріне әсер ететін қателік, әртүрлі бір зардаптар алып келуі мүмкін. Сол сияқты кез келген дүниеде. Яғни біз қателесуге мүмкіндік бермейтін болып тұрмыз ғой балаларға. Балаларға ғана емес, жалпы үлкендердің өздері де әбден қателесуден қорқып қалғанда, оның құны жоғары. Жұмыстан шығып кетуі мүмкін, бір абыройынан айырылып қалуы мүмкін, басқа деген сияқты. Мен өзім, мен де қателіктерді енді жаңа мектепті медальға бітірдім, одан университет қызылға бітірдім. Мен де қателіктерді жақсы көрмейтін адам бірімін. Ата-анамыз да солай тәрбиеледі. Қате жіберме деп. Мен оны еңбек жолым тіпті мұғалім болғанда емес, осы бір директор болып жүргенде бір өте үлкен қателік жасадым. Оның құны жаңа сіз айтқанда абыройдан айырыла жаздау, қызметтен айырыла жаздау болды. Мен соған дейін жетті жақындады. Бірақ қазір кейін ойлап отырсам, одан алған сабағым мені кәдімгідей бір 3 есеге дамытып жіберді. 10 есеге дамытып жіберді. Көрдіңіз ба? Яғни оның сабағы мен үшін өте күшті болды да. Ол қатені жасауым қажет болды. Әйтпесе жасамағанда мен сол деңгейдегі құралай болып қалушы едім да. Көрдіңіз? Менде жаңағындай бір ішкі құндылықтарымды қайта қарадым. Соған дейін. Яғни адам бір ішкі құндылықтарын өзгерту үшін, жалпы бір қайта қарау үшін, немесе бір дұрыс бағытқа жылжу үшін бір қатты кризис болу керек дейді ғой енді. Менде сол кризис, сол қателік. Қатты кризис болды. Мен болдым, бітті бәрі деп ойладым да. Бірақ ол ашып айта аламыз ба деп? Оны айта аламыз. Ол маған енді соңғы кезде мен оны айтып үйрендім. Оған дейін айту маған өте жүрегімді ауыртатын тұғын. Мен қателіктер конференциясы дегенде содан бастап туды ғой. Көрдіңіз ба? Өйткені өзіме де ауыр болатын оны. Өйткені ол кәдімгі эмоционально өте қатты шаршаған кезімде. Қазірде оны бір бейжай айта алмаймын. Ол кезде мен дарынды балалар мектебін басқарып, қарапайым мектепке барам, директор болып. Дарынды балалар мектебінде мен тек қана дарынды балаларды көремін ғой. Мен үшін дарынды балалардан басқа бала жоқ. Яғни академиялық дарынды баладан басқа бала өмірде болмау керек деген секілді. Ана мектепке барам, онда әртүрлі балалар бар. Бір баламен конфликті болады ата-анасымен. Менде.
Ол жерде жаңағы соның сабақты өте дұрыс оқымағанын мен қабылдай алмаған ғой. Ол бұл жерде тікелей менімен де болған жоқ, мұғаліммен болған. Мен мұғалім жақтаймын. Көрдіңіз бе? Яғни менің де ұстанымым сол болып тұр ғой, мұғалім жақтасам. И сол кезде ата-ана өте дұрыс жаңағы баласын қорғайды. Баласын қорғайды, ол өте дұрыс. Біз оны мен түсінбеймін. Менікі дұрыс қой, мен неге түсінбей тұр деп ойлаймын. Енді ол кішкентай баласын қорғамай енді кімді қорғау керек? Оныкі дұрыс. Сабақ үлгерімі дұрыс болмай тұрмасын? Иә, сабақ үлгеріміне байланысты мұғалім бір әрекет жасайды, и мен сол мұғалімді қолдаймын. Содан бір 7-8 айға созылған конфликт болды, үлкен, қатты шулы. И уже ата-ана менімен айқасып кетеді да. Менімен айқасып кетеді, мұғалімді қойып, уже менімен айқасып кетеді. Өйткені мен қолдадым ғой мұғалім. И мен әрине оның ата-ана одан сайын өзім дұрыстығым дәлдегім келеді, қай жерде болса да. Өте үлкен жаңа эмоционалдық шаршауыма, күйреуіме алып келеді ол. Кейін бір өзім осылай асықпай отырып ойлансам, уже сол ситуацияны қабылдадым да. Значит, ол ата-ананікі дұрыс деген нәрсе. Дұрыс, ол сол істемегенде не істеу керек? Керісінше мен мына жерде жаңағындай дарынды балаларды ғана көріп қалған адаммын. Енді сәл сабағын оқымай қалса немесе бір басқаша қарым-қатынас көрсетсе білімге, мен уже оны жаңағындай дұрыс қабылдамай тұрмын да. Көрдіңіз бе? Сол кезде маған енді бір үлкен сабақ алып келгені, яғни мен үшін барлық балаға бірдей қарауым керек қой. Мүлдем оқымайтын балаға да, сабаққа келгісі келмейтін балаға да, келгісі келетінге де, тәртіп бұзатын сабақта да, бәріне бірдей қарауым керек. Яғни мені сондай бір ішкі құндылықтарымды кәдімгідей қайта қарадым да. Яғни тек қана дарынды ғана бала болмайды өмірде. Айтқанымды орындайтын, сабақты орындап келетін әртүрлі бала болады. Сен өзгер. Сен дамы оған қарай. Сен инструменттеріңді өзгерт деген секілді. Көрдіңіз бе? И маған кәдімгі содан кейін айтады ғой, кәдімгі осознание қатты бір сезіну, түсіну, түйсіну күшті келді да. Мен кәдімгідей енді бір 180 градусқа деп айтама өзгердім. И сол бағытта уже қабылдадым, барлығын дұрыс деп ойладым. Көрдіңіз? Сонда маған жаңа ситуация болмағанда, мен одан да үлкен қателік жасаушы едім. Кез келген жетістікке жеткен бала бақытты емес деген жаңағы сіздің тезисіңіз ғой деймін осы. Енді бұл жаңағы педагогтардың айтқан, бірақ сіздің аузыңыздан естіген сияқты болсын. Кез келген жетістікке жеткен бала бақытты емес, бірақ кез келген бала бақытты болады. Кез келген бақытты бала жетістікке жете алады деген. Жетістікке жете алады, иә. Өз өлшемі бар, жетістіктің әркімде өз өлшемі бар. Мен жағында академиялық жетістікті ғана жақсы жетістік деп ойлаған ғой. Көрдіңіз бе? Сондай. Сондықтан жаңа мен қателікке уже сол баланың алдындағы менің парызым деп есептеймін бе, сол ата-ананың алдындағы парызым деп есептеймін бе, мен жаңа қателіктерге деген мұғалімдердің көзқарасын өзгерткім келеді жалпы. Ата-ананың көзқарасы, баланың көзқарасы жалпы. Біз енді қоғам шынымен де қателіктерді кешірмейтін қоғам болып тұр ғой. Кішкентай кезінен біз соны үйретеміз. Ал жалпы жаңа мен өзім айтып отырмын ғой, мен жаңағындай қателік жасамасам, мен қазіргі құралай болмаушы едім. Мүлдем болмаушы едім. Мен сол әлі де бір деңгейде жүруші едім. Мен жалпы мынандай бір вертикальный рост туралы айтып отқан жоқпын. Мен ешқашан вертикальный өспеген адаммын ғой. Горизонтальный, яғни өзімде горизонталдық даму өте күшті болды. Директор боламын деген ой болған бе негізі? Директор боламын деген ой болған жоқ, мүлдем. Мен андай өте директорлықтың жауапкершілігін қатты сезініп алғанмын. Сол кезде маған директор боласыз деп ұсыныс бергенде мен кәдімгі 3 сағат алдында отырып болмаймын деп қарсылық білдіргенмін. Болмаймын, мен істей алмаймын оны, өйткені андай жауапкершілігін қатты сезінемін да, яғни директорды өте қатты жоғары көрген түрім ғой енді. Ой, бола салам емес. Ол директор деген қайда, ол мен істей алмаймын ондай. Жан-жақты болуым керек, жан-жақты и финанстық, қаржылық жағынан да, и шаруашылық жағынан да, и педагогтар дамыту жағынан, мен ондай емеспін деген секілді. Бізде әдетте солай ғой, енді карьера қаржылық жағынан реттеу үшін
бір көрінген жақсы бір нәтижесімен көрінген адамдарды былай карьерлік өсіреміз ғой. Ол сосын өсірген кезде жаңағы өте күшті саласында маман болып келген кісі бастық болып кетеді да, негізгі бір шығармашылығы жұмыс қалып кетеді. Көп басқа салаларда солай ғой, спортта болсын, кез келген мекемеде солай. Оны басқаша өсірмесең, оның жалақысын көтере алмайсың. Оған мүмкіндік бермейді бір рамкалар, шектеулер. Ол сосын басшы болғаннан кейін жаңа өзінің айналысып жүрген ғылымы, басқа деген нәрселерден айырылып қалады ғой. Сіздің жағдайыңызда ол яғни мұғалімдіктен ол жерде ол жерде кез келген жақсы педагог, жақсы директор болмайды. Ол тағы да жаңа бағана айтқан таланттарға келіп тіреледі. Көп директордың проблемасы жаңағы қарым-қатынас құру. Сол жағынан ол ақсайды да көпшілігі. Яғни жеке ұстаз ретінде күшті мұғалім, жақсы сабақ береді, нәтижеге жеткізеді, бірақ ұжыммен байланыста қиналуы мүмкін, ұжымды дамытуда. Мысалы, сондықтан бұл жерде өте қатты ойлану керек. Яғни мынандай сөз жоқ, жақсы педагог жақсы директор болады, немесе жаман педагог жаман директор болады деген не жоқ шығар. Жаңа енді сосын айттыңыз ғой, адамдарды бір сканерден өткізген сияқты, ата-ана болсын, бала болсын, бәрін біліп аламын деп. Енді мұғалімге жан-жақтан қысым бар, яғни балалар, өзгеріп кеткен балалар, сұраныстары жоғары балалар. Екіншіден ата-аналар, олар да мысалы уақытындағы бір дүниелерді көрмеген жас ата-аналар, мысалы мына жақта мектеп басшылығы бар, әкімшілік деген сияқты. Енді әр баламен жұмыс істеу керек болады ғой. Мысалы биномда 25 бала, қарапайым мектептерде 30-35 балаға дейін қазіргі енді өлшем бойынша. Сол балаларды жас келген мұғалім, сынып жетекшісі болып келсін, немесе пән мұғалім болып келсін, қалай тани алады? Біз айтып отырмыз ғой, енді әрбір баланың жаңа жұлдызын жағып, оның өзінің деңгейінде жетістігіне жетуге бір көмектесуіміз керек деп. Сонда мұғалім, енді жұмысқа кіріскен мұғалім деп айтайық па, енді ғана сынып жетекшісі болсын деп бір нені берген, құзыретті берген сәтте балаларды қалай тани алады, оған не көмектеседі балаларды тануға? Әр бала әртүрлі. Бір баланы тез танып аласыз. Кәдімгі ашылып тұрған кітап секілді. Бірден танып аласыз. Бір баланы орташа уақытта танып аласыз, бір қысқа, көп емес уақытта. Бір баланы ұзақ танымайсыз. Мүлдем тани алмай қоясыз соны. Бұндай жағдайда баламен көп уақыт өткізу керек, мүмкіндігінше. Мен енді өзім насихаттаймын, өзім жұмыс істейтін мектепте сабақта ғана емес, баланы сабақта көрмеу керек, баланы басқа ортада көру керек, басқа жағдайда, басқа ситуацияда көру керек, сынап көру керек. Мысалы, сіздің география сабағыңызда бала өзін басқаша ұстайды. Ол мүмкін дене шынықтыруда мүлдем басқаша ұстайды шығар. Яғни сынып жетекші болса, ол дене шынықтыруда барып көру керек. Технология сабағында мүлдем басқаша ұстайды шығар. Яғни сіздің сабағыңызда мүлдем ашылмай отырған бала дене шынықтыруда команданың жаңағы несі шығар, басшысы болып жүрген шығар. Бәрін айтқанын істетіп, бәрі соны тыңдап сөйтеді шығар. Яғни уже оның қыры қай жақ екенін түсіндік, мысалы. Оған география берілмеген. Географияда ол үні өшіп отырады, үндемей отырады. Мені көрмес екен деген секілді. Бірақ ана жаққа барғанда ол жарқырайды. Сосын тағы да бір нәрсе бар. Баланы мүлдем мектептен тысқары ортада тағы көру керек. Мектеп деген бәрібір андай бір шаблонға кіргізіп тастайды баланы. Ол мектепте мен осылай отыруым керек деген секілді. Сондықтан оны мүмкін табиғатқа алып шығу керек шығар. Паркқа алып бару керек шығар, сыныбымен тағы да. Біз енді оны тоже көп насихаттаймыз біздің мектеп мүмкіндігінше. Ол жаңа рамкалар ғой, мысалы, микрофон тұрса әңгіме басқаша, камера жүрсе қазір әңгіме басқаша. Сондықтан оны бір басқа бір паркқа алып бару керек шығар, немесе бір ойын ойнайтын жерге алып бару керек шығар, немесе бірге тамақ ішетін жерге алып бару керек шығар. Ол жерде де ол өзін басқаша көрсете бастайды. Мысалы, барлығына қамқорлық көрсетіп атады кейбір балалар, нелерін сервировка жасап көмектесіп атады, деп түйіп аласы, мына бала осы жағынан жақсы екен ғой, мына бала мынандайға жақсы екен ғой. Мысалы, көріңіз, сондықтан жаңағы мынау лидерлік көрсету мүмкін, көшбасшылық, мынау үндемей отыру мүмкін. Яғни барлық жерде ол өзін көрсете алмай отырған бала болса,
значит оған тағы да іздену жұмыстарын жасау керек. Тіпті мысалы біз ондайға көрдіңіз, тағы да біздің сабырымыз жетпейді, уақытымыз жоқ деген сылтауратамыз. Мен жаңа Кембридждің бір проектісінде болдым, Кембридж университетінің осы мектепті зерттеуге байланысты. Сонда мен көрдім жаңағы сіз айтқандай бір баланы вообще ешкім кілт таба алмайды ғой, бір балаға мұғалімдер түсінбейді. Ана бала ауыр бала, жабылып қалған, жаңағы қиын бала өте. Содан жаңағы баланы әр мұғалімнің сабағында зерттеп көреді, неге түсіреді. Уже соңғы кезде жаңағы далаға пикникке алып шығады. Пикникке алып шығады да жаңағы видео қойып қояды ғой, видео сыртынан түсіріп тұрады, ана класста тұтас сыныптың оқушыларын. Сондан зерттегеннің өзінде әрбір секундын зерттейді ғой. Ана бала қасына келіп сөйлегенде қалай өзін ұстады, ана жерде кім сөйлегенде бетінде жымиыс пайда болды, анаумен анда қалай оған қасына жақындады ма, қалай отырды, бөлек отырды ма, анан сыртынан түсіріп тұрады да, бәрі сыныпты түсіріп тұрған секілді. Кейін барлық мұғалімдер жиналып ана видеоны талқылайды ғой, кабинеттеріне келіп. Аны көрдіңіз ба, ана Шарлоттың қасына 2 рет барды деген секілді. Ал ана Стивтің қасына бірде бір барған жоқ деген секілді. Көрдіңіз ба? Қандай жұмыс? Мұғалімнің жұмысының күрделілігі де со ғой. Жаңа бір баланы бірден тани қояды, оңай ол. Ал бір баланы мүлдем жаңа жылдап ізденеді да, зерттейді. Адам деген сондай өз жұмбақ, қиын, күрделі. Оны солай жаратты мысалы. Сондайға біз жасасақ, әрине ол керемет нәрсе. Тіпті тағы бір мысал айтайын, уақытымыз болса. Осы Назипа Аюбаева деген не бар, білім саласында эксперт, тыңдап отырса, ол кісіге бір сәлем. Сол кісі бір өмірімде есімде қалатын бір мысал айтқан. Ол кісі Кембриджде оқиды, докторантурасы ма, магистратурасы ма, қателессем жөндеп жіберер. Сол кезде ол жаңағы бір практикадан өту керек па, бір зерттеу жүргізу керек па, сол Кембридждің қасындағы бір кішкентай қалашыққа ма, мектепке барады. Оны директор күтеді, біледі, келетін Қазақстаннан бір зерттеуші келеді деген. Сонда жаңағы мектеп директоры бір кішкентай шашы бұйра бір баламен күтіп алады Назипаны. Назипа ханымды күтіп алады. Сосын Назипа ханым айтады, мына бала мектеп таныстырады дейді. Мен кабинетіме бара берем дейді. Таныстырып болады да, мен кабинетіме алып келеді сізді. Сосын барып әрі қарай сөйлесеміз дейді. Сонда ана кішкентай бала менімен таныстық дейді екеуміз. Сенің атың кім? Сен Қазақстаннан келіпсің ғой деп айтты дейді. Менің атым пәленше деп жаңа айтты дейді. Сосын барып Джон есімі. Сосын мен сізді мектепті аралатам деп айтты дейді. Сосын әр кабинетке келеді, әр кабинетке келіп айтады дейді, мына жер мынандай кабинет, физика кабинет, мына физика кабинетін жек көрем деп айтады дейді. Сосын тағы да бір кабинет, химия кабинеті, мысалы мынаны жақсы көрем деп айтады дейді, мына кабинет. Жаңағы таныстырып жүріп өзінің несінде айтатын болып тұр ғой, реакциясында. Сосын бір кезде психологтың кабинетін, мына кабинет жек көрем, вообще келгім келмейді деп айтады дейді. Неге десе, мен 2 рет аптасына 2 рет осы жерге алып келеді деп айтады дейді. Сөйтіп жаңағы бәрі қай бұрышты жақсы көретін бәрін көрсетіп, жаңағы сөйтіп директордың кабинетіне алып келіп, мен директордың қолына табыстады дейді. Сосын Джон рахмет деп шығарып салдық дейді. Кетті дейді. Директор айтты дейді, не айтты ол бала? И бәрін мен айтқандарым жазып алды дейді. Қай кабинет жақсы көреді, қай кабинет жек көреді, қай бұрыш жақсы көреді. Жазып жатыр, мен түсінбеймін дейді. Не үшін? Сосын айтты дейді, бұл бала кішкене аутист бала. Бұның ерекшелігі сондай, басқа аутистерге қарағанда, бұл тек қана өзі ешқашан көрмейтін білетін адамға ғана ашылады екен. Кейін қайтадан көрмейтін білетін адам. Түсіндіңіз ғой? Бір-ақ рет көретін адамға. Сіз сондай адамсыз. Сізді енді ол кейін көрмейтін біліп тұр. Жай қонақсыз. Көрдіңіз? Сонда бір бала үшін сондай моментті күтіп тұр ғой кісілер. Бір ешқашан кейін қайтып келмейтін бір қонақты күтіп жүрді. Сонда ол анау бала ақпарат айтып берді өзі туралы. Көрдіңіз бе? Ана жерде таныстырып жүріп өзі туралы айтып қойды. Сонда ол қай бұрышты жек көреді, енді сол жерге апармайды оны. Көрдіңіз бе? Ол жерде сөйлеспейді енді онымен психолог.
қай жер жақсы көреді деп көрсетті дейді да, мына жерде. Болды онда. Көрдіңіз? Керемет жұмыс қой, иә? Иә. Ол зерттеушіні күтіп отырған жоқ, өздері зерттеу жасап, уже сол зерттеуге ана мүмкіндіктерді пайдаланып отыр. біліп отыр ғой енді ана баланы. Просто жаңағындай бір тағы да моментті күтіп отыр да. Уже ол бала жаңа ашылмайтын біліп отыр. Сондықтан жаңа күтті. Сол? Күшті мысал екен. Иә. Жаңа айттық қой енді оқушыдағы өзгеріс деп. Енді мына ата-анадағы өзгеріс туралы не айтамыз? Бұл ата-аналарда енді жаңа өзіңіз айтқан сияқты қатал бір тәртіппен өспеген болуы мүмкін, еркіндікті көрген болуы мүмкін, әлеуметтік желі, интернет деген сияқтымен өскен болуы мүмкін. Былайша айтқан кезде қазіргі мысалы бірінші сыныпқа барып жатқан балалардың ата-аналарының өздері толық бір телефонда отқан жаңа буын болып қалды, негізі жас бойынша айтқан кезде. Иә, бұл ата-аналар ғана емес, өзіміз де қазір соған көшіп кеттік қой, шыны керек. Баламызбен сөйлескенде телефонмен отырып сөйлесеміз бе, әлде телефонды былай бөлек қойып қойып баламызға бетіне жүзіне қарап отырып сөйлесеміз бе, ол өте үлкен сұрақ болып тұр ғой қазіргі кезде. Мысалы, телефонды қарап отырып оған сұрақ қойып отыру басқаша, ана жаққа мүлдем телефонды қойып тастап, онымен өзімен ғана сөйлесу мүлдем басқаша нәрсе, иә. Сондықтан бәріміз бұл қиын болып тұр қазіргі кезде. Жалпы ата-ана болу деген қиын. Ата-ана болуды ешкім үйретпейді. Оқу орны жоқ, ата-ана болуды үйрететін. Бізді 4 жыл, 5 жыл өз мамандығымызға үйретеді. Соның өзінде әлі мамандығымызды ізденіп, зерттеп үйреніп жүрміз. Әлі де мамандығымыздың өте бір мықты маманы емеспіз деп әлі іздене береміз. Ал ата-ана болуды тіпті ешкім үйретпейді. Сондықтан ата-ана бір қатені жасайын демейді, балама зиян тигізейін демейді. Өзі түсінеді, не нәрсе дұрыс, соны пайдаланады. Өзінің ойынша дұрыс нәрсе деп ойлайды оны. Біреу жаңа қатал ұстаған дұрыс деп есептейді, біреу жаңағындай жұмсақ ұстаған дұрыс деп есептейді. Сонымен жаңағы алтын ортасы табылмай қояды да. Сонымен қиналып жатыр қазіргі кезде ата-аналар. Бұл жерде жалпы қоғам болып өте бір амалдар жасауымыз керек, әр жерде насихаттауымыз керек, жаңағындай бір білімді таратуымыз керек, ата-ана болуда қандай нәрселерге мән беру керек деген нәрсені, иә. Ол жағынан бізде кішкене аздау секілді. Мысалы, мен өзім енді мектеп директор ретінде өте көп ата-ана келеді, қиналып келеді. Сонда олар көмек сұрап келеді бізден. Біздің де бірақ енді оған уақытымыз бола бермейді көмектесуге, иә. Көп ретте қандай сұрақпен келеді? Балалармен тіл табыса алмайды. Қазіргі баламен кәдімгі киімін, тамағын қамтамасыз етуші, бірақ араларында мүлдем жылу не жоқ, қарым-қатынас жоқ мүлдем. Сөйлеспеймесінде формасы қалай? Кезінде жаңағындай бұл жаңа өзіңіз тақырыбыңыз айтқандай кез келген мәселе де жетістікті кішкентай қадамдардан басталады ғой. Кішкентай мәселелер болған кезінде көңіл бөлмей қалды, сәл аздау көңіл бөлді, сол үлкейіп снежный ком секілді, үлкейді, қазір мүлдем бір-бірін тыңдағысы келмейді, тыңдамайды. Тағы бір мәселе бар, қазіргі кезде енді ата-ана беделсіз болып бара жатыр, беделден айырылып қалып жатыр көп жағдайда. Өйткені әртүрлі әлеуметтік желі бар, әлеуметтік желіде жарқ-жұрқ еткен өмір бар, сол өмірді қарайды бала. Мен ата-анам неге ондай өмірді маған қамтамасыз етпей отыр? Демек мен ата-анамның бірдеңесі дұрыс емес деген секілді уже басқа бір беделді тұлғаларды нелер тауып алып жатыр да олар енді жаңағындай. Оның үстіне жаңа жеңіл дофамин бар, барлығы жылдам болатын секілді өмірде, қиындықсыз болатын секілді көрсетіп жатамыз, Инстаграмда да неде де мысалы барлығында. Соны көріп алады. Менде неге басқаша? Менде осылай емес, неге мен осындай көлікпен жүрмеймін, неге осындай машинада жүрмеймін деген секілді. Көрдіңіз? Соның барлығы кері әсер етіп жатыр қазіргі кезде. Ата-ананың беделі сонда қалай қалыптасады? Жалпы қазіргі кезде ата-ана баласының алдында бедел үшін үлкен күрес жүргізу керек. Кәдімгідей күрес майдан бұл. Өйткені жаңағы айтқандай әртүрлі онымен конкуренттер бар ата-анамен. Бұл жерде қалай жүргізеді десе, бірінші мысалы ата-ана ретінде, әке ретінде не істеуім керек? Бірінші ата-ана баламен кішкентай кезінен
туғаннан бастап өте сапалы уақыт өткізу керек. Сапалы уақыт өткізу, яғни киноға бара салу емес, барып бір фудкорттан тамақ жей салу емес. Сапалы уақыт деген кәдімгі арнайы бүкіл энергияңызды, уақытыңызды, ықыласыңызды бөліп, онымен бірге ойнау. Онымен сөйлесу ойыннан кейін. Онымен бөлісу, ойынмен бөлісу. Одан не алды осы ойыннан, не үйренді. Құр ойната сап кете салу емес. Әрі қарай одан рефлексия сұрау. Не үйрендің бүгінгі ойыннан, не сезіндің ойыннан, не түсіндің, қалай қайта ойнауға болады, нені жөндеуге болады деген секілді. Сондай кішкентай кезінен өзінің жас ерекшелігіне байланысты ойындар бар, ойнау соны. Сөйлесу, сұхбаттасу, өзіңмен бірге ертіп жүру көп жағдайда. Ертіп алу, жақсы орталарға әрине. Арсыз бір нелер әңгіме айтатын нәрсе ортаға емес. Дұрыс әңгіме айтатын ортаға ертіп бару. Ол тіпті ойнап отырсын бөлек жерде отырсын, ол оны естіп отырады, қатты естіп отырады. Сосын әрине ең маңыздысы ата-ананың ісі мен сөзінің алшақ болмауы. Бала оны қатты сезінеді. Мысалы, сіз айтасыз, жақсылық туралы айтасыз, бірақ өзіңіз шындық туралы айтасыз, адал болу туралы айтасыз, бірақ есіңізді қағып бір көрші кеп бірдеңе сұраса, жоқ деп айта салшы десеңіз бітті ғой. Мысалы, соның бәрін ол өте фильтр ғой, бала бәрін қарап отырады. Насколько сіз соның барлығына сай өмір сүріп жатсыз, айтқан принциптарыңызға сай өмір сүресіз. Көрдіңіз? Коррупцияны, мысалы, телевизорда коррупция туралы ақпаратқа ренжисіз, бірақ өзіңіз жаңа балаңыздың көзінше ГАИ-ға не бересіз? МАИ дей ма? МАИ қызметкеріне пара бересіз. Бітті. Бала ойлайды, мен әкем немесе анам басқаша айтады, ісі басқаша. Осы жерде олар бәрін ойластырып, уже сізге деген сенімі, ата-анаға деген сенімі 5-5%-дан 10-10%-дан азая береді. Сөйтіп азайып кеп бір күні жаңағы бітті. 0-ге жетеді. 0-ге жеткен кезде жаңа шырылдап ата-ана, мен не істеймін, мені тыңдамайды дейді. Сосын үлгі болатын балаға, үлгі болатын шаруалармен айналысу. Өзіңіз ісіңізді адал істеу, өзіңіздің қызметіңізді адал атқару. Мысалы, жұмыс істеп жүрсеңіз, соны жұмысты дұрыс істеу. Бала сол ата-анасымен қатты мақтанады. Мысалы, мен өзім, мен бір үлкен қызмет істемеймін ғой. Бір орташа мектептің директормын. Балам бүгін 20-ға келіп жатыр. Мен сізбен қатты мақтанамын дейді. Өйткені ол бәрін қарап жүр, мен ісім қандай, нем қалай, немқұрайлы емес екенімді білем біреудің баласына. Мысалы, жанашыр екенімді білем. Қалай жұмысымды жақсартқым келіп жүргенін білем. Әйтпесе андай менің қызметіммен мақтанбайды. Ондай қызметім жоқ мен үлкен, Ұстаз, мен сізбен қашанда мақтанамын дейді. Осындай нәрсеге жеткізуді, одан да күшті болу. Сондай кезде бала тыңдай бастайды ата-анасын. Абай айтады, абайдан артық, жалпы мен бүкіл педагогиканы абаймен байланыстырып айтып беретін едім. Абай айтады, бала 3 түрлі адамнан мінез жұқтырады дейді. Мінезді дегенде бұл жерде кез келген нәрсені, жақсылықты. Ата-анасынан, ұстазынан, сосын ортасынан дейді, достары. Қайсының беделі көбірек, содан көбірек жұқтырады дейді. Көрдіңіз бе? Бұл жерде жаңа менің қайта-қайта қайталап айтатыным ұстаздың рөлі жоғары деп. Негізі ата-ананың рөлі жоғары әрине. Бірақ ата-ананың отбасы институтының әлсіреп тұрған заманы да қазір. Отбасы институты әлсіреген кезде ең болмағанда мұғалім беделі жоғары болу керек деймін да. Біз ата-ананың орнын басып алайын деп жатқан жоқпыз. Басып алу мүмкін де емес. Бірақ өкінішке орай отбасы институты әлсіреп кетті. Мен оны осы 33 жыл кезеңінде бүйтіп шырылдап айтпағам. Сенесіз бе? Тіпті жаңағы ең қиын 91, 92, 93 жылда отбасы институты жақсы еді, жаңағындай бір берекесіз отбасылар болып қалмаса.
өздері сол жолды таңдаған, енді сол жолға түсіп алған отбасылар болмаса. Қазір өте көбейіп кетті. Әлсіреу. Міне сондықтан да мен ең болмағанда ұстаздар осы баласын жолында ұстаз кездессе екен, жақсы ұстаз кездессе екен деп айтатын себебім де сол. Бірақ бұл бір жағынан ұстаздар, мұғалімдер қауымына үлкен жүк болып, олар да өзін бір наразылығын білдіруі мүмкін да. Мен кейбір подкасттарды тыңдадым. Жас мұғалімдердің бір подкасттары бар екен. Олар барлық жауапкершілікті неге біз алуымыз керек? 24/7 болуымыз керек. Жоқ. Олай емес. Ол жерде, онымен мен де кетсем, жауапкершілікті бәрін алу емес. Ең болмағанда енді ойлаңызшы, бала адасып жалғыз өзі бір жаққа қаңғып кетіп баратыр деп аналогия жүргізейікші. Сол кезде бір адам кездесіп жол көрсетіп жіберуді. Мен оны арқалап алсын деп отқан жоқпын ғой. Немесе үйіне апарып үйіне бала қылып алсын деп отқан жоқпын. Қайталап айтамын, отбасының орнын басу мүмкін емес. Ата-анасының орнын мұғалім баса алмайды. Оған тырыспаймыз да. Бірақ моральдық жағынан, психология жағынан, эмоционалдық қолдау көрсету жағынан бізден уақыт бір ерекше бір не талап етіп жатқан жоқ қой. Ақша талап етпейді, одан қаржы талап етіп жатқан жоқ қой. Ол қиын емес ешқандай да. Көрдіңіз, осы жағынан айтып жатырмын. Әрине мүлдем отбасының бүкіл несін ол жүгін көтеріп алу мүмкін емес. Ондай болса, онда бір күн отбасы вообще бізге итере салуы да мүмкін, ғажап емес ол да. Мысалы, кейбір отбасылар, барлығы емес қой әрине. Сонда мен қазір сол мәселені қатты сезініп отырмын. Өзім кәдімгідей мектепте жүрген адам ретінде, мен нағыз соны ішінде жүрмін ғой, көріп отырмын. Қатты көріп отырмын, байқап отырмын. Сондықтан ата-ана қазір авторитет үшін баласының алдында, өзінің авторитет үшін кәдімгідей күнделікті өзімен жұмыстану керек. Қатты жұмыстану керек, яғни өзін дамыту керек, өзін уақыт бөлу керек, энергиясын бөлу керек, аянбау керек, іздену керек, оқу керек. Біз мысалы сол үшін де өткенде баланы тыңдату үшін не деу керек, баланы сөйлету үшін қалай тыңдау керек деген кітапты оқыттық ата-аналарға. Сондай конкурс өткіздік ата-аналар арасында. Сонда ата-аналар айтып отыр да, мына тамаша ғой, мына кітапта бәрі бар екен ғой деп. Көрдіңіз бе? Яғни біз оны ата-анаға ақырындап қолдау көрсетіп отқан түріміз ғой. Бізден ол ақша талап еткен жоқ, қатты уақыт талап еткен жоқ. Біз ата-аналарға ұсындық, осы кітапты оқыңыздар, сосын біз сіздерден тест алып көреміз, сосын жеңімпаздарды анықтаймыз деген секілді. Енді ол да бір мотивацияның бір түрі ғой. Яғни ата-аналардың былай тәрбиеленіп шығатын өз мектебі жоқ. Әр ата-ана, әрбір отбасы өзінің бір дәстүрлеріне, қалыптасқан бір қағидаларына сәйкес тәрбие, оқыту, білім беріп жатырмыз деп ойлайды, соны істейді ғой енді. Енді жаңа енді ата-аналардың рөлін күшейту керек, беделін күшейту керек дедік қой. Ана балалардың тарапынан қандай сұрақтар көбірек келеді сізге? Сол ата-аналар айтты ғой, балалармен тіл табыспаймыз деп. Балалардың тарапынан сол ата-анамыздан шаршадық, ата-анамыздың бізді шаршатады, ата-анамызбен сөйлескіміз келмейді, ата-ана бізді түсінбейді деген көп. Ата-ана шаршатады деген былай түсіндім мен. Жаңа ата-ана енді жақсы бол, сабақ оқы деп айта береді. Бірақ нақты көмегі жоқ та. Мысалы, көрдіңіз ба? Неге оқымадың деп ұрсу мүмкін емес, бірақ өзі көмектесіп жатқан жоқ деген секілді. Шаршатады деген секілді, сондай. Енді осы айтқан ойымыз ата-аналардың беделін көтеруге байланысты. Бір жинақтап минимум айтқан кезде, қазіргі жағдайда мысалы жұмысы бар ата-ана бар, шаруасы көп, жаңа табыс табу керек, отбасын асырау керек деген сияқты әлеуметтік жауапкершіліктерін ескере отырған кезде минимумда ата-ана балалармен не істеу керек? Мысалы, бір күннің ішінде, бір аптаның ішінде мынау деген сияқты. Яғни беделін арттыру үшін. Жалпы жұмысы көп деген сөзді өте жақсы неғылмаймын мен, жақсы қабылдамаймын. Ең басты жұмысы баласы. Бірінші орындағы жұмысы баласы. Ертең жұмыс істеп, баласы бір басқа бір жағдайға түссе не болады? Мысалы, барлығы қалады жұмыстың барлығы. Сондықтан бірінші орында баласы, ал минимум баланы тыңдау керек және есту керек. Тыңдау мен есту екі түрлі нәрсе. Тыңдаған секілді болады, бірақ естімейді. Есту деген кәдімгі сезіну баланы. Не сұрайды, жақсылап, кәдімгі шынайы түрде сұхбат құру, сөйлесу, күнде сұрау, сосын өзінің көмегін ұсынып отыру. Тек қана талап қоя бермей, мен қалай көмектесе аламын?
мысалы математикадан 3 болып қалдым деген кезде неге 3 болдың деген орнына мен қандай көмек көрсете аламын саған, ол үшін екеуміз отырып жоспар жасайық, қалай осы жағдайды жақсартуға болады, бірге жасап көрейік. Сосын мен қай жерде осы жерде қосылуым керек саған, қай кезде мен подключаться етуім керек осыған нәрсеге деген секілді. Және біз оны қалай көреміз сенің жақсарғаныңды. Баланы ойландыра отыра, өзіне жауапкершілікті арта отыра, сонымен қатар жаңағы өзінің де көмегін ұсыну. Мен ойлаймын, ең минимум нәрсе осы. Одан кейін кішкентай, егер кішкентай балалары бар ата-аналар болса, кішкентай кезінен бастап сапалы уақыт бөлсе екен деймін. Кітап оқу уақыты болса, ойнау уақыты болса, бірге далаға таза ауаға шығу уақыты болса. Үлкен қадамдар кішкентай адамдардан басталады деп отырмыз ғой. Сол сияқты бұл енді позитив жағынан. Негативте де осылай болып тұр да, үлкен нәрселер кішкентай дүниелерден құралып тұр. Қандай нәрселер сонда сигнал болады? Мысалы, кішкентай баламен қарым-қатынаста ата-аналар қандай нәрселер, қандай бір олқылықтар дейміз бе, бір қарым-қатынаста кеткен проблемалар сигнал бере бастайды. Қай сигналда ол әрекет күшейту керек? Мысалы, баланың жаңа қарым-қатынаспен бұзыла бастағанын неден көреді деген ғой? Енді жаңағы жүре тыңдау, мысалы, мән бермеу, бір айтқанды жасамай қою, мысалы, ұмытып кеттім деу. Былай қарасаңыз, өте кішкентай нәрсе, ұмытып кеткен шығар деуге болады, ұмытып кеткен шығар. Бірақ балам, сен нақты ұмытып кеттің бе, әлде бұл жұмысты өте қалап тұрған жоқсың ба атқаруды? Осы сұрақтың өзі көп нәрсені шешеді. Ұмытып кетсе, неге ұмытшақ? Онымен де жұмыс істеу керек шығар, негізі ұмытып кету деген ғой. Өте ол шаруа мен үшін маңызды емес деген кезде ұмытып кетеді ғой негізі адам. Көрдіңіз бе? Маңыздылығын, мәнін түсінбегенде ұмытып кетуі мүмкін. Демек, оны мен жеткізе алмаған шығармын. Яғни міндеттеу емес, көзін жеткізу. Принуждение емес, убеждение дейміз бе? Сол секілді. Яғни мен қалай көзін жеткізетіндей сөйлей алам оған. Тағы да мына жерде бір әдемі нәрсе бар. Баламен қарым-қатынаста да, жалпы қызметкермен қарым-қатынаста да мен осы ұстанымды ұстанам да. Яғни мен міндеттеу деген ең жеңіл жолы. Столды бір ұрып, істе болды, мен айттым деуге болады. Балаға да, қол астыңызда қызметкерге де. Немесе ол оны орындамаса, мен оны орындайтындай қылып жеткізу үшін менде не жетіспей тұр? Нені дұрыс жеткізе алмай тұрмын? Неге мен оны сендіре алмай тұрмын? Өзіңізге ізденесіз да, өзіңіз ізденіп, өзіңізді дамыта бастайсыз. Көрдіңіз? Бұл жерде ата-ана болу үшін де тоқтамай іздену керек қой. Оқу керек, іздену керек, үйрену керек. Мысалы. Көрдіңіз? Сондықтан сондай сұрақтар қою деп ойлаймын. Енді жеке өзім басыма да қатысты сұрақтар болып жиналып жатыр, негізі жақсы бір инсайттар алып отырмын. Мысалы, енді көп балалы отбасының жағдайында, жеке мысалымда сапалы уақыт бөлу, ол әрқайсысына жеке бір фокус уақыт бөлуді талап етеді. Бірақ ол үнемі мүмкін бола бермейді, мысалы. Сол кезде осы бір басымдықтар қалай беріледі? Мысалы, барлығын басын қосып жинайтын бір ойындар өткізейік десек те, мысалы, ол жас мөлшермен келмей қалады. Негізі әр бала өзінің значимости дейді, маңыздылығын түсіну үшін негізі әрқайсысына жеке уақыт бөлу керек. Расписание секілді бірдеңе болу керек. Әрқайсысына бөлетін уақыт, бүгін мысалы Айнұрдың уақыты, ертең Айбектің уақыты деген секілді сондай бөлу керек. Сосын жалпы бір жерде енді уақыт бөлу дегенде бар ғой. Бір уақытты да қатты қажет етпейтін сөздер менді. Сөздер айту арқылы да болады. Мен өзім мысалы балаларыма, екі балама бір өте көп уақыт бөлген адам емеспін. Былай қарасам. Жұрттың баласына көбірек бөлгенмін. Бірақ білмеймін, енді бұл бір не ерекшелігі бар екенін. Екі балам оны бір енді қазір үлкен ғой олар. Үлкен. Мен енді олармен кәдімгі ашық сөйлесе аламын. Олар да өз ойын ашық айта алады. Сол кезде оны бір өте бір үлкен проблема көрмейді. Өйткені бір
махаббатымызды, сүйіспеншілігімізді, ықыласымызды білдірудің бір қатты уақыт бөлмейтін жолдары да бар секілді да. Мысалы ол жаңағы мысалы жүріп бара жатқанда айтқанда да бір жүріп өтесі шығып тыңдауға болады, немесе оған бұрылып осылай ма, маңызды ма, осыны қалай істесем болады деп не қылу уже басқаша, иә. Бірақ ол қатты уақыт талап етпейді ғой. Сол ма, әлде оны зерттеу керек енді, оны білмеймін. Әйтеуір өзімді әлі де зерттеп жүрмін ғой. Осы не әсер етті, не ықпал етті дегенде. Енді сылтау іздесек сылтау көп табылады әрине. Осыны жасауға бізде жұмыс бастылық анау мынау деген нәрсе. Ал енді мүмкіндіктер іздесек мүмкіндіктер де табылады деп ойлаймын. Просто өзімізді зерттеуіміз керек бұл жерде. Мысалы, маған не ұнар еді деген секілді ше. Маған енді кейде біреудің ұзақ уақыт бөлгені де қажет емес шығар. Маған жай ғана бір тыңдағаны немесе бір сообщение жазғаны, иә, хабарлама жазғаны да маңызды шығар. Маған мысалы ол да маңызды. Мысалы, жай ғана WhatsApp-қа хабарлама келгенде ол қалай бастады сөйлемді, қалай аяқтады, қалай жазды. Болды. Мен оны көруім де қажет емес. Мен ол кісінің маған деген қарым-қатынасын жаңа жазған бір 5 сөйлем хабарламасынан ақ түсінемін. Көрдіңіз бе? Ол қатты уақытқа қажет еткен жоқ қой. Сондай нәрсе. Яғни ата-ана ретінде түсіндіре алдым ба? Ата-ана ретінде айналып келгенде бәрібір мысалы мектеп ол негізі тәрбие беруші емес. Ондай функция жоқ. Функция жүктелмеуде тиіс негізінде. Ана бір биномның алғашқы видеосында айтыпсыз ғой, жаңағы мектеп бұл өмірге тәрбиелемейді, өмірдің өзі деп. Иә. Мысалы жаңағы конфликт шешуде, қарым-қатынас, командамен жұмыс деген сияқты бүкіл бір өміріне қажет нәрселердің бәрі сол мектептің ішінде болып жатыр ғой. Мектеп қоғамның мини-моделі ғой. Мини-моделі. Сол жерде бәрі болу керек негізі. Бәрін өту керек, безопасный өту керек, әрине өту керек, бірақ оның бәрін өтпей адам тағы да жаңа маңдай тасқа соғылмай, бәрі не алмайды деген секілді. Қатты соғылмау керек, әрине, жаңағындай. Оның бәрін көру керек. Соны жасауымыз керек біз. Оны жасамасақ, ол мектепте соның бәрін көрсетпесек, ол қай жерде жүріп үйренеді ертең. Ол одан да үлкен қателіктерге ұрынып қалады ғой. Қатты таяқ жеп қалады. Онан да мектепте жаңағындай көрсін деген секілді. Жақсы, рахмет. Келіп ойыңызбен бөліскеніңізге. Болашақта да бұйырса осы бір серияны жалғастыру қажеттілігі туып тұрған сияқты. Әрине. Ата-ананың рөліне қатысты, осы мұғалімнің өзіне қатысты. қатысты. Жалпы менің өзімде бір арман бар, осы подкаст таза мектепке байланысты, тәрбиеге байланысты, білім беруге байланысты, мұғалімге байланысты бір подкаст болса деген сондай бір сұраныс бар да, жалпы керек. Жақсы, рахмет. Рахмет сізге де. Баршаңызға.